Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Сабағымызды бастамас бұрын мына төмендегі сұрақтарға жауап беріп өтейік. Оқушылар, біздің ауданымыздың орталығы қалай аталады? Дұрыс айтасыңдар оқушылар. Біздің ауданымыздың орталығы, яғни Жуалы ауданының орталығы Бауыржан Момышұлы ауылы болып табылады. Ал аудан орталығында Бауыржан Момышұлына қатысты қандай ғимараттарды білесіздер? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ауданымызда Бауыржан Момышұлының музейі орналасқан. Онда Бауыржан Момышұлының пайдаланған заттары, киімдері және сол уақытта өз шығармаларын жазған жазу машинкасы бар. Сонымен қатар Жуалы ауданының Жібек жолы көшесінде Батыр атамыздың ескерткіші қойылған. Оқушылар, өздеріңіз түсінгендей, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дара тұлға Бауыржан Момышұлы. Бүгін сіздер сабақта әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып күрделі жоспар құруды, сонымен қатар оқшау сөздердің қызметін түсініп ажыратуды үйренесіздер. Ал енді бейнежазбаға назар аударайық. Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, халық қаһарманы, көрнекті жазушы Бауыржан Момышұлы қазіргі Жамбыл облысының Жуалы ауданында 1910 жылы туған. 13 жасқа дейін ауылда, одан соң интернатта білім алып тәрбиеленген. 1932 жылы әскер қатарына алынады. Әскерден оралған соң қаржы орындарында жұмыс істейді. 1936 жылы әскерге қайта шақырылып, түрлі әскери бөлімдерде командирлік қызмет атқарады. 1941 жылы Алматыда жасақталған генерал-майор Панфилов дивизиясының 316 атқыштар құрамында майданға аттанады. Соғыстың соңғы жылдарында гвардиялық дивизияны басқарады. Кескілескен соғыс барысында 27 рет шабуылға шығып, 5 рет жау қоршауын жауынгерлік құраммен аман-есен бұзып шыққан. Оның атақ даңқы мен батырлығы Александр Бектің Волоколамск тас жолы атты кітабына өзек болған. 1950 жылы Кеңес армиясы бас штабының Арнаулы жоғары әскери академиясын бітіріп, әскери академияда дәріс оқумен бірге шығармашылық жұмыспен айналысқан. 1956 жылы демалысқа шығып, қалған өмірін толығымен шығармашылыққа арнайды. Бауыржан Момышұлы әскери педагогика мен әскери психологияны байытушы баға жетпес мұра қалдырған дара тұлға. Ол шығармаларын қазақ, орыс тілдерінде жазған. Шығармаларының тақырыбы екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі жауынгерлердің ерлік тұлғасын жан-жақты суреттеу болып келетін Бауыржан қазақ әдебиетінде әскери проза жанрының негізін қалаушы. Жазушының 1962 жылы жазылған офицер жазбалары, 1963 жылы жазылған Артымызда Москва, генерал Панфилов тұлғасын айшықтауға арналған. 1965 жылы жазылған генерал Панфилов шығармаларымен қатар Куба әсерлері, Жонарқа атты 2 томдық шығармалар жинағы, соғыс психологиясы, қанмен жазылған кітап, тағы басқа туындылар бар. 1976 жылы өз өскен ордасын баяндайтын мемуарлық Ұшқан ұя романы үшін жазушы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанды. Бейнежазбаны мұқият көріп болсақ, сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрағымыз: Бауыржан Момышұлы қай жылы дүниеге келді? Жарайсыңдар оқушылар. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көлбастау ауылында дүниеге келген. Ал енді екінші сұрақ: Бауыржан Момышұлының тәрбиесіндегі ерекше орын алған тұлға кім еді? Бауыржан атамыздың анасы Разия 3 жасында қайтыс болып, оның тәрбиесіне толық жауапты болған әжесі қыз тумас. Келесі сұрағымыз: Бауыржан Момышұлы әскерден оралғаннан кейінгі атқарған қызметі? Жарайсыңдар оқушылар. Бауыржан атамыз әскерден оралып, ауылында қаржы бөлімінде қызмет атқарады. Келесі сұрағымыз: Бауыржан Момышұлы қай өңірден майданға аттанды? Өте жақсы оқушылар. Бауыржан атамыз Алматыда жасақталған генерал-майор Панфилов дивизиясының 316 атқыштар құрамында майданға аттанады. Келесі сұрағымыз: Бауыржан Момышұлының соғыстағы ерлігі?
Жарайсыңдар балалар. Бауыржан атамыз соғыс кезінде 27 рет шабуылға шығып, 5 рет жау қоршауын жауынгерлік құраммен аман-есен бұзып шыққан екен. Келесі сұрағымыз. Бауыржан Момышұлының қаламынан туған шығармалар. Жарайсыңдар оқушылар. Бауыржан атамыздың қаламынан туған шығармалар генерал Панфилов, Куба әсерлері, Жон арқа, соғыс психологиясы, қанмен жазылған кітап және ұшқан ұя және тағы да басқа шығармалары бар екен. Ал енді оқушылар тапсырмаға кезек берейік. Бірінші тапсырма. Берілген Бауыржан Момышұлының нақыл сөздерінің жалғасын тауып жазыңыздар. Бірінші нақыл сөз. Ақылды кісінің сөзі де ары қарай жалғасын табасыздар. Екінші нақыл сөз. Ешкім іштен батыр болып тумайды. Батырлық та мінез секілді. Үшінші нақыл сөзіміз. Қырағының өзі де. Төртінші нақыл сөз. Батырлық тәуекел мен ақылдың есебінен шығуы тиіс. Тәуекел кейде ақылды да ақтап алады. Және бесінші нақыл сөзіміз. Сөз жылатады. Ары қарай жалғасын табыңыздар. Оқушылар бірінші тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауапымен тексеріп көрейік. Мұндағы бірінші нақыл сөзіміз. Ақылды кісінің өзі де, сөзі де сүйкімді. Екінші нақыл сөзіміз. Ешкім іштен батыр болып тумайды. Батырлық та мінез секілді. Өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Үшінші нақыл сөз. Қырағының өзі де, көзі де батыр. Төртінші нақыл сөз. Батырлық тәуекел мен ақылдың есебінен шығуы тиіс. Тәуекел кейде ақылды да ақтап алады. Ал ақылсыз тәуекелді ештеңе де ақтап ала алмайды. Және бесінші нақыл сөз. Сөз жылата да, жұбата да алады. Екінші тапсырма. Төменде берілген еңбектерді авторлармен сәйкестендіріңдер. Және бұл шығармаларда ортақ кейіпкер болуы мүмкін бе? Ақиқат пен аңыз, Шуақты күндер, Артымызда Москва, Волоколамск тас жолы еңбектерінің авторларын тауып сәйкестендіріңіздер. Ақиқат пен аңыз Әзілхан Нұршайықовтың шығармасы. Шуақты күндер Бауыржан атамыздың келіні Зейнеп Ахметованың шығармасы. Артымызда Москва Бауыржан Момышұлының шығармасы. Және Волоколамск тас жолы Бауыржан атамыздың ерлігі жазылған Александр Бектің шығармасы болып табылады. Үшінші тапсырма. Ер Бауыржан тақырыбында күрделі жоспар құрып, оқшау сөздерді пайдалана отырып шығарма жазыңыздар. Оқушылар, шығармамызды аяқтаған болсақ, дұрыс жауаппен тексеріп көрейік. Жоспарымызға келетін болсақ, бірінші кіріспе бөлімінде батырдың балалық шағы. Екінші негізгі бөлім. Күрделі жоспарда негізгі бөлім екі немесе одан да көп бөлімдерден құралуы керек. Бұл жерде бізде біріншісі соғыстағы ерлігі, екінші батырдың шығармашылыққа бет бұруы, үшінші батырдың қаламынан туған шығармалар және қорытынды ер есімі ел есінде. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.